Автобус өтіп кетті, иә. Қайсың? Мейрам құтты болсын, ботам. Бұлай алайын ба? Бүгін мейрам болғасын, бірінші күн балаларды қорғау күні. Әкемді күшті, қыдыр. Партия, иә. Батутқа барамыз. Батутқа барамыз. Ма айтады баға, короче, пешеходы өтіп баратыр едік қой. Андай, мына ақты басса өтіп қаласын дейді, сарыны басын жүріп, да? Давай. Қумаш өтіп қаласын деп айтқан жоқпын. Просто маған осылай айтшы. Қалай? Всегда осы сарыны басып жүріп, ақты баспау керек. Сол. Жастың аты жас екен деген. 2005 күште болайық жүріп. Ол кішкентайлыққа байланысты емес, ол еркелеу деп айтылады. Еркелеу? Иә. Қарлығаш! Қарлығаш жүрген жоқ. Ой, ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы күн барлықтарыңызға. Мереке құтты болсын. Бүгін балалар күні екен ғой. Сол балалар күніне орай мына Бекзат баламды алып шығып қыдыртып жүрмін. Мегаға келдім, Мегаға. Басқа не жаңалық өздеріңізде? Екеуі бірден киініп алған ғой. Бәрі сияқты киінеді бұл да. Ерекше болып киінбей ма? Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Мерекелеріңізден балалар күніне орай бүгін біз шығып қалдық. Нұржан баламды алып шықтым бүгін. Қалайсыздар? Ой, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ой, мына ана очкиін алып бердім өзім. Көрсетші кәр. Рахмет. Мына қалай ана очки? Айналшы ма? Сол қалаға шығып кішігірім очки алып деген сияқты сондайымыз бар. Қалаға шықтық. Погода деген енді өте керемет болып тұр, короче. Сол Алматыда өте керемет болып тұр, өзімізде керемет болып тұр. В общем, керемет болып тұрмыз. Ладно, ассалаумағалейкум, мерекелеріңізбен тағы да. Ой, блогер ай. Қазір ал достар, ассалаумағалейкум. Баршаңызға бүгін арнайы Бекзат пен Гүлдананың тойына келіп қалдық. Біз бүгін Париж қолданымыз ағайын. Бүгін бізде свадьба, үйлену тойының тізігін ұстаймыз, Алла қаласа. Бүгін 3-ші күн қатарынан тойдамыз. Уағалейкум сәлем. Бүгін 3-ші тойымыз. Алла абырой берсін, бақ берсін. Аман есен атқарды Алла тағала нәсіп етсін. Қонақтарымыз енді жиналып жатыр екен. Шамал уақыттан кейін бастаймыз, Алла қаласа. Біз бүгін мерекеге байланысты баламызды алып торговый центрға келе жатырмыз. Папасы екеуміз Емерді алып ойнататын боламыз. Айленді үйге қалдырып кеттік, енді екі баламен бірдей жүре алмаймыз. Сонымен қазір бүгін кеш шықтық. Неге десеңіздер, өзім 2:30 тұрдым ұйқыдан. Таңғы 8-де ұйықтап, 8:30-да ұйықтап. Сонымен ұйқының режимі деген кетті ғой. Торговый центрға келдік қазір. Ойнап, тамақтанып, сөйтіп уақыт өткізіп қайтатын боламыз.